Сәлем достар, сіздермен өте пайдалы тойымды салатпен рецептімен бөліскім келіп тұр. Ол үшін бізге бауыр, сәбіз және жұмыртқа ғана керек. Жұмыртқамызды осылай жарып, кішкене шым тұз қосып, араластырып аламыз да табаға құймақ секілді құйып аламыз. Және алдын ала піскен бауырымызды ұзыншалап турап аламыз. Бұл салат өте пайдалы, дәрумендерге бай, тойымды. Және осы қазіргі соғым маусымы келіп жатқан кезде барлығы үшін тиімді салат болып табылады. Жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді болып шығады. Әсіресе балалар, ер адамдар өте жақсы сүйіп жейді. Енді әрі қарай жаңағы дайындап алған жұмыртқамызды жаңа бауыр турағандай етіп, ұзыншалап турап шығамыз. Оның үстіне сәбізімізді үлкен үккіштен өткізіп, пиязымызды жарты дөңгелекше қылып, турап, табада майға қуырып, жұмсарғанша қуырып аламыз да бауырымыз бен жұмыртқаның үстінен қосамыз. Енді соусына келетін болсақ, мен майонезге кішкене ғана бұрыш пен тұз салып, жақсылап араластырып салатымызға қостым. Әрине соусын өз қалауларыңызша чеснокпен, қызыл бұрышпен болсын дайындап алсаңыздар болады. Мен осылай қостым. Міне қараңыздар, салатымыз өте әдемі, дәмді, сочный болып шығады. Бауыр қосқанда қарамастан өте әдемі болып шығады. Сіздермен болған Айсұлу. Рецепт ұнаса каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар достар.